Сәлем баршаңызға. Бүгін шоколадты медовый тортының рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы ерекше, оңай және тез жасалатын торттардың бірі. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдымен 5 жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне секерімізді салып миксерлейміз. Біздің массамыз аппақ болып 2 есеге үлкейеді. Оның үстіне медімізді салып миксерлейміз. Барлығы жақсылап араласу керек. Ұнымыздың үстіне разрыхителімізді және какаомызды салып араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін оны массамыздың үстіне салып, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай барлығын араластырамыз. Противеніміздің үстіне пергамент қағазын төсеп, массамызды 2 бөлікке бөліп пісіретін боламыз. Бізде 2 корж болу керек. Осылай жартысын құйып, бетін тегістеп аламыз да, қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіретін боламыз. Піскен корждарымызды осылай тең 3 бөлікке бөліп аламыз. 2 коржымызды да осылай жасаймыз. Кремін дайындайтын боламыз. Креміне творожный сыр, секер және 33% сливкемізді құйып, барлығы салқын болу керек, миксерлеп аламыз. Креміміз дайын болды. Дайын болған кремімізді коржиктердің үстіне салып, бетін тегістеп, жайып шығатын боламыз. Осылай кремдерімізді корждарымыздың бетіне жағып, тегістеп алатын боламыз. Тегістеп алғаннан кейін корждарымызды рулет сияқты айналдырып ораймыз. Бұл бізде екінші корж. Екінші коржымызды да осылай жалғастырып орайтын боламыз. Мінекей тортымызды осылай жасап аламыз да, тортымыздың кремдерін жағып, тегістеп алатын боламыз. Шоколадты үкіштің ең кіші бөлігінен өткізіп аламыз. Өткізіп алған шоколадтарымызды тортымызға сеуіп шығатын боламыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Мен үйдегі бар нәрселермен бетін сәндедім. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша клубника түрлі жидектермен сәндесеңіздер болады. Дәмі енді сөз жоқ, керемет болып шықты. Торттың құрамын видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Мен сіздерге қазір арасын кесіп көрсетейін. Өте ерекше дәмді торттардың бірі, жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салима.